Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоршаған ортаның жағдайын бақылауға арналған құралдар мен өлшемдер пәні бойынша номер 3 зертханалық жұмыс. Тақырыбы: палладий 3 газ анализаторының конструкциясы және принципті сұлбасы. Жұмысқа дайындық. Сабақтың мақсаты: электрохимиялық әдіс туралы толық мәлімет беру, электрохимиялық ұяшықтың құрылысын түсіндіру, палладий 3 газ талдағышының құрылымдық сұлбасын түсіндіру, палладий 3 газ талдағыштың калибрлеу жүргізу сызбасын талдау, атмосфералық ауадан сынама алу жұмысы туралы қорытынды жасау. Күтілетін нәтиже: газ талдаушылардың сызба нұсқасы мен жұмыс істеу қағидатын түсіндіреді. Естеріңізде болса, құрметті студенттер, физика-химиялық талдау негіздері пәні бойынша біз физика-химиялық талдау әдістерін жіктеп айтып өткенбіз. Естеріңізге салып өтейін, физика-химиялық талдау әдістері келесі 5 топқа бөлінеді: электрохимиялық, спектралды, хроматографиялық, радиометриялық және масс спектрометриялық болып. Бүгін біздің қарастыратын талдау әдісіміз электрохимиялық талдау әдісі. Өздеріңіз білетіндей, электрохимиялық талдау әдісі келесі 5 топқа бөлінеді: электрогравиметриялық, кондуктометрия, потенциометрия, вольт-амперометрия және кулонометрия болып бөлінеді. Электрохимиялық талдау әдісінде электролиттік ұяшық қолданылады. Электролитпен толтырылған электролиттік ұяшықта 2 электрод қосылады: салыстырмалы және индикаторлық электрод. Салыстырмалы электродтың потенциалы тұрақты өзгермейді, индикаторлық электродтың потенциалы сынаманың концентрациясына тәуелді болады. 2 электродтың потенциалының айырмасы сынаманың концентрациясы болып есептелінеді. Электрохимиялық ұяшықта келесі электродтар түрлері қолданылады: ол салыстырмалы сутектік электрод, стандартты сутектік электродтар, хлор күмісті, каламельді, шыны электродтары және тағы басқа электродтар түрлері. Электрохимиялық талдау әдісінің негізінде электрохимиялық газ анализаторлары құрылған. Бұл құрылғылар бөлмеде, жұмыс аймақтарында улы газды анықтауға арналған. Бұл құрылғылардың ерекшелігі: олар жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға мүмкіндік береді, және олар ықшам, энергияны үнемдейді, механикалық кернеуге төзімді. Бұл құрылғылардың көмегімен аммиак, күкірт сутегі, улы газы, күкірт оксиді, хлор, оттегінің көлемдік үлесін анықтауға болады. Іс-әрекет принципіне сәйкес электрохимиялық газ анализаторлар келесі 3 топқа бөлінеді: гальваникалық, электрокондуктометриялық, потенциометриялық болып. Электрохимиялық газ анализаторының жұмысы электрохимиялық компенсация құбылысына негізделген. Ол қоспаның белгілі бір компонентімен әрекеттесетін арнайы реагент шығарудан тұрады. Газ анализаторлардың түрлері өте көп. Оның бірі, мысалы, портативті универсалды газ талдағыштар, өндіріс аймақтарындағы газ концентрациясын анықтауға арналған газ анализаторлар, немесе бірақ қана компонент газын анықтауға, мысалы, күкірт сутек, оттегі газын анықтауға арналған портативті газ талдағыштар, автокөліктегі шығынын өлшеуге арналған газ анализаторлар, стационарлы көп каналды газ анализаторлар. Газ анализаторлардың қолдану салаларын жоғарыда айтып кеткендей, автокөліктің шығынын өлшеуге арналған, өндірістегі аймақтағы газдың концентрациясын анықтаймыз, тұрғын бөлмедегі улы газдардың концентрациясын бақылауға, атмосфералық ауадағы улы газдардың пайыздық үлесін анықтауға арналған аспаптар. Бүгінгі зертханалық жұмыстың номер 1 жұмысы палладий 3 газ талдағышының көмегімен көміртек тотығын анықтау деп аталады. Көміртек оксиді немесе көміртек тотығы ол улы газ,
табиғатта ағаштың, қазандық, электр станциялардың отының жану кезінде пайда болады. Көміртегі оксиді адамға қатты уланумен қатар гипоксиямен ауыру мүмкіндігінде әсер етеді. Сондықтан да атмосферада, тұрғын аймақтарда да бұл газды бақылау қажет. Көміртегі оксидінің газ талдағыштары автомобиль қозғалтқыштар гаражында, улану қаупі бар басқа да жұмыс аймақтарда пайдаланылады. Қолдану саласы: жұмыс орындарын аттестаттау, жұмыс аймағы атмосфераның шекті рауалдық концентрациясын бақылау, сондай-ақ жылжымалы зертханалар құрамындағы атмосфералық және өнеркәсіптік аймақтың ластану деңгейін анықтау үшін пайдаланылады. Аспаптың жалпы техникалық сипаттамалары: жұмыс қағидаты электрохимиялық, өлшеу диапазоны 0-ден 50 мг метр кубіне дейін, жылыту уақыты 15 минуттан аспайды, көрсеткіштер орнату уақыты 45 секундтан артық емес, қуат кернеуі 220 вольт, жарық дабылы бар. Арнайы қауіпсіздік шараларын талап етпейді. Пайдалану барысында жарылыс, өрт, радиациялық, электр-химиялық қауіпсіз болу қажет. Аспаптың жұмыс істеу қағидаты келесідей: газ талдағыш жұмыс аймағында орнатылады, шекті рұқсат етілген концентрация нормасын артқан кезде дыбыс және жарық сигналы болады. Газ талдағышты үнемі зерттеу қажет. Пайдалану процесінде градуирлеуді 6 айда бір рет, ал аспапты тексеру жылына бір рет орындау қажет. Бұйымды мақсатты бойынша пайдаланудың климаттық шарттары: температурасы 0 градустан плюс 40 градусқа дейін. Құрылғыны желіге қосқан кезде жасыл түсті жарық диоды жанады. 30 минуттан кейін газ талдағыштың кіруіне бақылауы газ қоспасы баллоны қосылады. Ол газ редуктор көмегімен реометрден өтеді және газ талдағыштан электролиттік ұяшықтан өтіп ауа шығады. Ротометр арқылы ауа шығыны 0,8 литр минутына кем болмауы керек, және 0 немесе орнату тұтқасымен газ талдағыштың көрсеткіштері баллондағы газ концентрациясына сәйкес белгіленеді. Содан кейін бақылау баллоны редуктордан алынады да төменгі штуцеріне ротометрдің ауа жинау камерасы қосылады және сорғу ауыстырып қосқышы қосылады. Палладий 3 газ талдағышының құрылымдық сұлбасы келесідей: газ кіру штуцерінен кіріп сүзгіден өтеді. Сүзгі арқылы шығын түрткісінен, шығын тұрақтандырғыштан өткен кезде шығыс индикаторы газ шығынының болуын көрсетеді және электролиттік ұяшықтан өтіп шығу штуцерінен газ шығарылады. Енді құрметті студенттер, айтылған тәжірибелік жұмысты практика күйінде көрейік. Сонымен газ анализатор автокөліктердің шығарындыларын өлшеуге арналған газ талдағыштар. Біріншіден, газ анализатордың қуатын автокөліктің аккумуляторының клеммаларына қосамыз. Полярлықты сақтауды ұмытпаймыз. Екіншіден, бірінші цилиндр датчигін қосамыз. Газ анализаторды жұмысқа қосамыз.
құрылғының қыздырылуы басталады. Автокөліктің шығарым құбырына сынама зондын орнатамыз. Тексеру үшін сорғы насос түймесін басамыз. 30-40 секундтан кейін қозғалтқыштың бос жылдамдықты жұмысының көрсеткіштерін аламыз. Және жоғары жылдамдықта пайдаланылған газдың уыттылығын тексереміз. Ол үшін автокөліктің газ батырмасын басамыз. Тексеруден кейін құрылғыны үрлеу керек. Ол үшін 0 түймесін басамыз. Құрылғы автоматты түрде үрленеді. Зертханалықтың номер 2 жұмысы. Атмосферлық ауадан сынама алу. Атмосферлық ауаның сынамаларын аспирациялық сорғының көмегімен арнайы ауа жинау 84 камераларына алынады. Сынама алу ұзақтығы 10 минут, ауа жинау камерасымен көлемі 50 литрден алынады. Ауаның сынамасын негізгі ластану көзінде автокөлік магистраліне қатысты жел жағынан жер бетінен 1,5 метр биіктікке іріктелініп алынады. Сонымен, құрметті студенттер, берілген мәліметтерді келесі әдебиеттерден ала аласыздар. Және осы мәліметті қолдана отырып, келесі бағалау критерийлерін ескере отырып, Платонос платформасындағы Word документінде берілген тапсырманы орындап, платформаға жүктеулеріңізді сұраймын. Осымен зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.